Сәлем қыздар, сіздермен Жанар. Бүгін біз сіздермен котлет әзірлейтін боламыз. Ол үшін маған мынандай тауықтың фаршы қажет болады. Куриный фарш өте дәмді болып шығады. Осыны пайдалансаңыздар болады. Қазір менде фарш болмай қалғандықтан мен осы куриный фаршпен әзірлейтін боламын. Ол үшін бізге қажет куриный фарш, гречка немесе күріш қоссаңыздар болады, сүт, нан, тұз, бір жұмыртқа, 200 грамм ұн және де қара перец. Ең алдымен нан қалдықтарын аламыз. Оның үстіне сүт құямыз. Қыздар, ең алдымен нанымыздың үстіне сүтімізді құйып, осылай езіп аламыз. Енді жаңағы куриный фаршымызды алып, жарып, мынандай салып аламыз қысқа. Колбаса түрінде болады, бірақ та іші осындай фарш болады. Салып аламыз фаршымызды. Енді осының бетіне жаңағы гречкамызды саламыз. Гречканы өздеріңіз білесіздер, көп салсаңыздар да, аз салсаңыздар да болады. Гречканың бетіне жаңағы ұнымызды саламыз. Ұн емес, нан, сүт пен нанның араласқан. Соны саламыз. Оның бетіне бір жұмыртқа жарамыз. Енді үстіне шым-шым тұз саламыз. Және қара бұрыш саламыз. Оның үстіне ұнымызды қабырлап, 200 граммдай ұн саламыз. Жеткілікті осы. Енді осының барлығын араластырып, котлетіміз қолданымыз араластырып. Араластырып. 5-10 минутқа қойып қойсаңыздар болды. Демалып тұрады, одан кейін қуырып алсаңыздар болады. Міне достар, табанның астын қыздырып қойдым. Енді осыған май құям. Майымның қызығанын тосам енді біраз. Енді майымызға котлетімізді алып, енді кішкене су құямыз. Бетін жауып,
5-10 минут бұқтырғанға қоямыз осылай. Көрдіңіздер ғой, иә? Барлығын қуырып біткеннен кейін осылай табаданға қайтадан саламыз. Сосын үстіне кішкене су қоямыз да 5-10 минут бұқтырғанын күтеміз. Сосын тағам астын өшіріп тастаймыз. Міне достар, котлетіміз дайын болды. Гарнирінде қажеті жоқ, өйткені көріп тұрсыздар, ішінде гречкасы барлығы бар. Тек қана түрлі салаттарды жасап, салаттармен бірге ұсына берсеңіздер болады. Дәмі деген керемет. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Менің арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, тіркеліп және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.